Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 17 мамыр 2024 жыл. Өткенде мынау Шымкент қаласы Газпромнефть Айна базарға қарама-қарсы осы жерге келіп, қазақ тілінде құқықтар бұзылып тұрғаны туралы мәлімдеме жасаған болатынбыз, арыз жазған болатынбыз, полиция шақырған болатынбыз. Бірақ ол әлі ешқандай өзгертулер, еш нәрселер жасалмаған. Мен бұл жерге бүгін жанармай құюға келдім тағы да. Мына қарасаңыздар, ешқандай өзгеріс жоқ. Саламатсыз ба? 7-ші 92 полный көшіре салыңызшы. Картамен. Мына қарасаңыздар, өзгертілмеген әлі. Сол күйінше тұр. Қазақ тілінде әлі ешқандай ақпарат берілмеген. Сол туралы мен қазір бейне жасап жатырмын. Әлі ешнәрсе өзгертілмеген сол күйінде. Қарындас, басшыларыңыз бар ма? Айтып жіберіңізші. Саламатсыз ба? Маған басшыларыңыз керек. Құйып жатыр қазір мен мынау. Қазақ тілінде ақпараттар көрсетілмеген сол күйінше. Есім Нақып Бақытжан, бүгін 17 мамыр 2024 жыл. Сіз неге түсіресіз? Түсіруге болмай ма? Кім айтты сізге болмайды деп? Сіз кім боласыз? Болады, болмайды деп айтатындай. Қарындас? Сіз кімсіз? Сіз қызмет бабындасыз ғой, Жанар ханым? Аудио-видео мынандай жерлерде түсіруге болады. Сіз заңды оқып, көріңіз. Бәрі болады, заңды түрде. Қазір тиктокқа бір нәрсе, менің личностімді салғыз. Сіздің личностіңіз деген нәрсе жоқ бұл жерде. Сіз қызметте тұрсыз ба? Болды. Білмеймін, сіз маған обращение жасадыңыз ба? Мен сізге обращение жасаған жоқ. Сіз маған келдіңіз, түсіруге болмайды, анау дедіңіз. Мен мына жерде қазақ тілі мәселесін түсіріп жатырмын. Өткенде арыз жазылған, полиция шақырылған. Жоқ, ол маған қызық емес, маған мыналар қызық. Міне, мына ақпараттардың бәрі. Себебі Қазақстанда тұрамыз ғой. Мүлде қазақша жоқ деп тұрсыздар, міне тұрғыз, халқың сосын. Бастықтарыңыз бар ма, жоқ па? Соны айтыңызшы. Бастығым сәл келіп 9-дан кейін келеді. 9-дан кейін келеді ма? Жақсы, онда. Қазақша жоқ емес, бар жерде ондай өтірік нәрсе. Болды, өтірік болса онда видео бар ғой, қарындас. Мен шешеге Қарындас, бұл нәрсе арыз жазылған өткенде, анау книга жалобына қараңыз. Жоқ, себебі неге түсіресіз? Қазақ тілі деген мемлекеттік тілі Қазақстанда. Менің қазақ тілі орыс. Ана бар ма? До заправки для водителей дегенде бар ма? Бар ма? Ана жерде бар ма? Енді обязательно қазақша орысша. Мына жерде тұр ма, бар ма? Ана жерде орысша. Далада тұрып, даладан қарап тұрсыз, бар ма, жоқ па? Ондай ұят нәрсені айтпаңыз, қарындас. Кішкентай бала емеспіз ғой. Мен ұят нәрсе істеп тұрған жоқпын. Бұл мемлекеттік нәрсе істеп тұрмын. Мемлекеттік маңызы бар. Мемлекеттік тіл орыс тілі қазақ тілі. Сіз қай жаққа былай басыңыз? Мемлекеттік тіл қандай тіл? Қазақ тілі. Бұл. Тоқсан екі жетіге бітті ма? Алып қаласыңыз. Бонус карта бар қазір. Маған чек бәрін бересіңіз. Қазір чегін, бонусын, нені бәрін алып алайын қазір. Жақсы, назарларыңызға рахмет.